Сәлеметсіздер ме, оқушылар? 5-ші сынып математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ондық бөлшекті натурал санға көбейту, ондық бөлшектерді көбейту. Сабақты жүргізетін мен Тараз қаласы нөмір 10 орта мектебінің математика пәні мұғалімі Бижанова Жанылы Жүсіпбековна. Сабақтың мақсаты ондық бөлшектерді натурал санға және ондық бөлшекке көбейтуді орындау. Ой түрткі. Өткен тақырыпқа қайталау тапсырмаларын жүргізейік. Натурал сандар дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар. Заттарды санауға қолданылатын сандар натурал сандар деп аталады. Мысалы, бір алма, 2 ойыншық, 3 аю деген сияқты. Натурал сан 1-ден басталады және шексіз болады. Екінші сұрақ, ондық бөлшек дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүтін бөлігі мен бөлшек бөлігі үтірмен айырылып жазылатын бөлшек ондық бөлшек деп аталады. Мысалы, 0,5, 1,75, 12,3. Олай болса балалар, тарихқа көз салайық. Бүгінгі сабаққа байланысты тарихи мәліметтермен танысайық. Ұлыбританияның қаржы жүйесінде күрделі өзгерістер болды. Атап айтсақ, Ұлыбритания ақшасын ондық жүйеге көшірді. 1971 жылдың 15 ақпаны дүйсенбі тарихқа ондық сандар күні болып кірді. Фунт, шиллинг, пенс сияқты ұғымдарға негізделген ескі жүйеден жаңа ондық жүйеге ауысу көпшілік үшін оңай болмады. It's something terrible. Why? You've got to be very clever to pick all this up. So if you see this in your change, it's worth a shilling. Well, they can just work out what the price is for me, take what I give to them and give me the correct change. This is worth 2 shillings. Well, it's not too bad. If I'm confused, I give them the 2 shillings and work it out from there. People I don't really think appreciate the difference between the old and the new values as yet. Ондық ақша жүйесіне дейін 1 фунт 20 шиллингке тең. Шиллинг 12 пенстен құралған. Пенстің өзі 2 жарты пенске бөлінді. Яғни, фунтты басқа номиналға айырбастау үшін күрделі санау амалдарын жасау қажет болады. Электронды калькулятор мен жедел санайтын машиналар пайда болғанға дейінгі жағдай қиын еді. Бірақ он санын негіз етіп алған ондық санау жүйесі есеп қисапты айтарлықтай оңайлатты. Ондық жүйедегі сандардың салмағы сол санның үтірден қалай тұрғанына қарай өзгереді. Ол бірлік, немесе жүздік сияқты үлкен мәндерге, немесе мыңдық бөлшектер сияқты кіші мәндерге ие бола алады. Егер ондық жүйедегі бір цифрды солға қарай жылжытсаңыз, сан 10 есе өсіп кетеді. Егер цифрды 2 орынға оңға жылжытсаңыз, сан 100 есе азаяды. Ұлыбританияның жаңа валютасы болған фунт 100 пенсте тұрады. Осылайша фунтты пенске айналдыру үшін жай сандар ғана қажет болды. Бұл жүйе ақша құнын оңай түсінуге жол ашты. Сол себепті әлемнің көптеген елдері ондық жүйеге негізделген валютаға көшті. 1971 жылдан бері өмірге көп жаңалық еді. Сол жаңалықтардың арасында ондық сандар күні де бар. Олай болса балалар, видео сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Осыған байланысты ондық сандар жайлы не білдіңіз? Ондық сандар қалай пайда болды? Ондық сандарға қандай амал орындайтын боламыз? Сіз қалай ойлайсыз? Күнделікті өмірде ондық сандарды натурал сандарға көбейтудің қажеттілігі бар ма? Деген сұрақтарды өздеріңіз жауап
бересіздер деп ойлаймын. Атап айтатын болсақ, ондық сандар жүйесіне мына видеоның көріп болсаңдар, биылғы жыл 50 жыл толғалы болып отыр. Яғни бұл жарты ғасырға тең екен. Олай болатын болса, ондық бөлшектерді натурал санға көбейту ережесімен танысайық. Ондық бөлшекті натурал санға көбейту үшін үтірге назар аудармай, натурал сандарды көбейтуді орындау керек. Ондық бөлшекте үтірден кейін неше цифр тұрса, шыққан нәтижеде сонша цифрды оң жақтан үтірмен айырып бөлу керек. Мысалы, 1,183 пен 12-нің көбейтіндісін табайық. Көбейтіндінің мәні 21,196-ға тең екен. Назар аударайық балалар. Шыққан көбейтіндінің мәні берілген ондық бөлшек сияқты оң жағынан 2 орыннан соң үтірмен ажыратылған екен. Яғни 1,183-те үтірден кейін 2 орын тұрса, шыққан нәтижеде де 21,196-да үтірден кейін 2 орын тұр екен. Е, балалар? Олай болатын болса, келесі ережеге назар аударайық. Ондық бөлшектерді көбейту ережесі. Ондық бөлшектерді көбейту үшін үтірге назар аудармай, ондық бөлшектерді натурал сандар сияқты көбейту керек. Алынған көбейтіндінің оң жағынан 2 көбейткіштің үтірден кейін қанша цифры болса, сонша орыннан кейін үтір айыру қажет. Мысалы, 1,213 пен 2,4 сандарының көбейтіндісін алайық. Үтірге назар аудармай, 1213 пен 24-тің көбейтіндісін жазамыз. 29112 шығады екен. Енді бірінші көбейткіште үтірден кейін 3 орын, екінші көбейткіште үтірден кейін 1 орын бар. Яғни, біз шыққан нәтижені үтірден кейін 4 орын болатындай етіп қоюымыз керек. Оң жақтан санағанда 4 орын санаймыз. Яғни, 1,213 пен 2,4 сандарының көбейтіндісі 2,10,9112 шығады екен, балалар. Назар аударыңыздар. Сандарды көбейту нәтижесінде оң жақтан санағанда үтір айыру үшін сандар жеткіліксіз болса, санның алдына қажетінше нөлдерді жазуға болады. Мысалы, 0,254 пен 0,103 сандарының көбейтіндісін тапсақ, 254-ті 3-ке көбейткенде 762 саны шығады. Бізде бірінші көбейткіште үтірден кейін 3 орын, екінші көбейткіште үтірден кейін 2 орын болғандықтан, үтірден кейін 5 орын болуы керек. Сондықтан да 762 санының алдына 3 нөлді өзіміз тіркейді екенбіз. Яғни, шешімі 0,100,762 шығады екен. Келесі нәрсеге назар аударайық, балалар. Сандарды көбейту кезінде соңы нөлмен аяқталса, үтір айыру үшін 0 саналады. Бірақ жауабында жазылмайды. Мысалы, бөлменің ұзындығы 5 метр, ал ені 3,112 метр. Ауданын табыңыз. Шешуі 5 пен 312-нің көбейтіндісі 1560 болады екен. Үтірден кейін 2 орын болғандықтан көбейтіндіге нәтижесі 15,160 шығады. Бірақ біз соңғы нөлді жазбайды екенбіз. Сондықтан да
Жауабы бөлменің ауданы 15,6 метр квадрат болады екен. Олай болса, балалар, берілген мәліметтерді пайдалана отырып, қатені табайық. Оқушы ондық бөлшекті натурал санға көбейту амалын орындағанда қате жіберді. Қай өрнекте қате бар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бірінші өрнегіміз дұрыс екен. 6,9. Екіншіміз дұрыс екен. Үшінші өрнегіміз дұрыс екен. Ал төртінші В пунктінде бізде қате жіберілген. Көбейткіштің 1,5 үтірден кейін бір орын болатын болса, көбейтіндінің мәнінде де үтірден кейін бір орын болу керек. Яғни біздің есептің шешімі 7,5-ке тең болу керек. Жарайсыңдар, балалар. Тапсырма. Пілдің орташа өмір сүру уақыты 60 жыл. Ал ең ұзақ өмір сүру ұзақтығы одан 1,5 есе артық. Пілдің ең ұзақ өмір сүру уақытын табыңыз. Балалар, төмендегі дескриптор бойынша есепті шығарамыз. Яғни, натурал сандарды көбейтуді орындайсыңдар. Натурал санға ондық бөлшекті көбейту ережесін қолданасыздар. Шешуі 60 пен 15-тің көбейтіндісі 900-ге тең болады екен. Бізде есептің берілгенде 1,5 екенін ескерсек, онда бір үтір қайырамыз. Яғни 60 пен 1,5-тің көбейтіндісі 90-ға тең екен. Жауабы пілдің ең ұзақ өмір сүру уақыты 90 жылды құрайды екен, я балалар? Олай болса, жеке жұмыс орындайық. 629 бен 51 сандарының көбейтіндісі 32,079 болатынын ескеріп, тапсырманы орындау керек. Ол үшін дескрипторды орындасаңыздар болады. Натурал сандарды көбейту орындалып тұр. Натурал санға ондық бөлшектерді көбейту ережесін қолданасыздар. Ондық бөлшектерді көбейту ережесін қолданасыздар. Егер тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауабымен тексерейік. Сіздерде де дәл осындай болды деп ойлаймын. Сондықтан да келесі тапсырмаға өтейік. Тапсырма. Менің өмірімдегі математика. Тұрғын үйді жылыту үшін айына 1 метр квадратқа 63,6 теңге төленеді. Егер үйдің ауданы 95,6 метр квадрат болса, онда үй иесі жылу жүйесіне қанша ақша төлейді деп ойлайсыздар? Ол үшін төмендегі дескрипторды пайдаланып есептеп көріңіздер. Натурал сандарды көбейтуді орындайды, ондық бөлшектерді көбейту ережесін қолданады. Орындаған тапсырмаларыңызды төмендегі мәліметтер бойынша тексерсеңіздер болады. Яғни 63,6 мен 95,6 сандарының көбейтіндісі 6080,116-ға тең екен. Яғни жылу жүйесіне 6080,116 теңге төленеді екен айына. Сіздерге сабақ қызықты болды деп ойлаймын. Олай болса, сөйлемді толықтырып жазыңыздар.
Мен енді істей аламын, қызықты болды, қиын болды, сабақ маған өмір үшін деп жалғастырып жазыңыздар. Сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.